Hello friends, how is it going? Now I'm glad to see work with you. The theme of the new lesson, comparative and superlative adjectives. Қайырлы күн балалар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз салыстырмалы және күшейтпелі сын есімдер. Ол үшін кітабымыз 89 бетін ашамыз. Менімен бірге болыңыздар. Next exercise 7 read the table. Яғни кестені қарап шығамыз балалар. Сын есім берілген, салыстырмалы берілген және күшейтпелі шырай берілген. Мысалға long, ұзағырақ болатын болса, ұзын деген ұзынырақ болатын болса, longer, өте ұзын болса, the longest. Wide, wider, the widest. Big, bigger, the biggest. Heavy, heavier, the heaviest. Яғни бір буынды сөздер, екі буынды сөздер болса, яғни салыстырмалы шырайда ER деген нені жалғаймыз, ал күшейтпелі шырайда S. Ал егерде үш буыннан жоғары буын болса, more, most. Және де irregular adjectives де бар екен, good, better, best деген секілді. Осыларды есімізде сақтай отырып, келесі жаттығуларды орындаймыз. Exercise 8, put the adjectives in brackets into the comparative. Яғни мына сөйлемдер берілген, және қарамен жазылған сын есімдерді салыстырмалы сын есімге айналдырыңыз дейді балалар. Мысалға fast десе faster деген секілді. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Осыларды қарап отырып, сөйлемді толықтырып жазып аламыз. Және де many-ді көрдіңіздер, more, more, heavier, longer, stronger, more powerful. Өткен powerful дегеніміз үш буыннан тұрғаннан кейін алдына more сөзі қосылып айтылады. Next exercise 9, put the adjectives in the superlative. Яғни бұл жерде балалар сын есімдерді күшейтпелі шырайға ауыстырып сөйлемді құрап жазыңдар дейді. Мысалға күшейтпелі шырайда қандай жалғау жалғанатын еді? The болады және де EST жалғайтыным. The biggest, the heaviest, the largest. Ал екі буыннан үлкен, мысалы, үш буынды, төрт буынды сын есімдер болса, ол кезде оның алдына the most жалғаймыз. The most aggressive деген секілді. Бұл жаттығуларды балалар қарап орындап аламыз. Келесі adverbs of degree, яғни not very дегеніміз үлкен емес, мысалға quite дегеніміз шамалы, very деген одан кішкене үлкендеу деген секілді, extremely дегеніміз өте үлкен деген сияқты мағынаны білдіреді. Not very, quite, very, extremely. Яғни мына жерде мысалдар берілген, мысалдармен оқысаңыздар түсініктірек. Ducks are not very big, sheep are quite big, horses are very big, bears are extremely big деген. Келесі енді 10-шы жаттығуды тура сол кестеге қарап отырып орындауымыз керек. Яғни үш галочка тұрса, ол демек өте үлкен деген сөз. Giraffes have got an extremely long neck. Оның өте ұзын мойны бар. Міне сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Мысалы, rabbits have got quite body. Яғни кішкене шағын денесі бар. Қатты үлкен емес, quite деген. Сол сияқты сөйлемдерді барлығын толықтырып жазып шығамыз. Next, exercise 11, use the adjectives heavy, strong, fast, thin, dangerous to compare these animals, birds, sheep, rabbits. Яғни аюларды, қойларды, қояндарды алып, сонымен қатар heavy, strong, fast, thin, dangerous сын есімдерін алып, екеуін салыстырыңдар дейді. Бір-бірімен салыстырып, сөйлем құраңдар дейді. Мысалға, birds are heavier than sheep. Аюлар қойларға қарағанда ауырырақ деген секілді. Мен де өз нұсқам сіздерге қалдырдым. Сіздерге ұнаса жазып аламыз. Next, adverbs of manner. Tell us how someone or something does something. Кім немесе не істейді, қалай жасайды деген сияқты. Ол жай жасай ма, тез жасай ма, әдемірек жасай ма, сондай мағынаны білдіреді. Мысалға 12-ші жаттығуға қарасақ, put the word in the correct order дейді. Яғни сөйлемнің ішіндегі сөздердің орындары ауысып кеткен. Соны біз орынына қойып шығуымыз керек. Мысалға, birds can sing beautifully. Tortoises walk extremely slowly деген секілді. Балалар, мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Егер сіздерге бүгінгі сабақ ұнаса, лайк басуды және коммент қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар.